Қарақабақ сайындағы таңбалы сайға келіп отырық. Осыдан 5 жыл бұрын, нақтырақ айтқанда 2015 жылы Бекболат Төлегенұлы атты ініммен 3 рет іздеп, үшіншісінде әзер тауып келген болатынбыз. Ол туралы YouTube каналымда видео шығарған болатын. Міне араға 5 жыл салып, бүгінде осы жерге келіп қалып жатырмын. Ол кездегімен салыстырғанда бұл жерге шөптер өсіп, бір ерекше көрініске ие болған екен. Адам баласы келмегені көрініп тұр. Шөптердің өсіп кетуінен тапталмай жатқаннан белгілі. Мынау сол кездерде түсірген таңбалы сайымыз, осыған байланысты осы жер таңбалы сай деп аталады. Бұл жерде руына, түрлі рулардың, тайпалардың таңбалары орын алған. Осы себепті бұл жер таңбалы сай деп аталады. Алып келген әлдерін суретке түсіп, таңбалы сайды қызықтап жүр. Бұл туралы толық репортажды Мұстапин каналынан көре аласыздар. Ерекше жер. Тек келген адамдар Қаракөбек Абықтың сайы сияқты ат жөндерін жазып бүлдіріп кетпесе деген өтінішім бар. Егерде осы жерге келіп жатсаңыздар, достар, бауырлар, табиғатқа, таңбаларға зиянымыз тигізбей, ат жөнімізді жазбай, өзімізден келген, өзімізден босаған қоқыстарымызды, артымызды жинап кетсек деген өтінішім бар. Келіңіздер, тамашалаңыздар.